Ассалаумағалейкум құрметті достар. Бүгінгі видеода біз еттің адам организміне пайдалы әсері жөнінде айтатын боламыз. Және де қай төлдің еті қай кезде пайдалы екендігін айтатын боламыз. Сондықтан видеоны соңына дейін көріп, қызықты ақпаратты жіберіп алмаңыздар. Түйе етінің пайдасы. Түйе еті де өте құнарлы. Себебі түйе басқа малдар жете алмайтын, жей бермейтін табиғи шөптерді қорыта отырып сапалы ет өнімін береді. Ол аз шығын жұмсап, көбірек өнім алуға болатын малға жатады. Түйе жыл 12 ай жайылымды пайдаланып, басқа мал жей бермейтін жантақ, жусан, көкпек, қияқ, қамыс, изен және теріскен сияқты шөптерді қорытып, одан ет, сүт және жүн сияқты өте жоғары сапалы өнімдерді береді. Құрметті достар, осы айдың аяғына дейін каналымызды 50 мың жазылушыға дейін жеткізуді жоспарлап отырмыз. Сондықтан видеоға лайк басуды, каналға жазылуды, қоңыраушаны басуды және видеоны достарыңызға жіберуді ұмытпаңыз. Сіздердің кішкене ғана әрекетіңіз біздерді жаңа пайдалы видеоларды сіз үшін шығаруға шабыттандырады. Түйе етінің химиялық құрамында ақуыз, минералдық қалдық гүлдері және май болады. Оның майының еру қату температурасы, йод саны, басқа да көрсеткіштері сиыр етіне жақын. Бала көтермеген әйелдер түйені бақайшақ майын алып, оған түбіт жүнін сылап, етектер арылғанда жатыр мойнына қойса, бала көтеруге себепші болады. Шетпе болған балаларға түйенің жілік майын жылытып, оны қара құйрық терісіне жағып, баланың кіндігіне таңып жылу өткізсе, баланың іші босап тынышталатын болған. Теріге түскен ақтаңдаққа сойылған түйенің өкпесін таңса, терідегі таңдақтың жазылуына көмегін тигізген. Қанды тыюға түйе жүнінің түбітін күйдіріп, күлін ұнтақтап сепсе, қан тыйылады. Сепкеннен кейін бірнеше минут басып тұру қажет. Қол-аяқтың буыны қайырылып, ісінгенде түйе шудасын ерітілген тұзға немесе сірке суына шылап таңып қояды. Күніне бірнеше рет жаңалап тұрады. Мұны сорбақта деп атайды. Теріге түскен ақтаңдаққа сойылған түйенің өкпесін таңса, терідегі таңдақ жазылады. Түйенің өркеш майының да өзіндік емдік қасиеттері бар. Ол желді айдайды, қанды жүргізеді, ісікті қайтарады. Тері жарылуға, қиғаққа, ішкі организмдердің әлсіреуіне, қара желге және жарақаттарға пайдаланылады. Қарттардың ішкі денесін қара жел алып арықтауға, тамаққа тәбеті азайғанда 150 грамм түйенің ертілген өркеш майына сүт араластырып, тосап қайнатып, күніне 100 миллиграмнан ішеді. Осылай жалғастырса, ағзаға қуат береді. Ендігі кезекте сиыр етінің пайдасы. Сиыр етінің емдік қасиеті көп айтыла бермейді. Десе де, қазақ өмірінде қой, жылқы етінен кейін сиыр еті де көп қолданылады. Суықтан болатын жеңіл тұмау түрлеріне сиыр етінен бір-екі ұсақтап турап, сорпа жасап, сорпаға ащы бұрыш қосып, пияз, сарымсақтарды салып, ыстықтай ішсе пайдалы өнім береді. Сиыр сүйектерін қайнатып ішудің адам денесіндегі кальцийді толықтауда үлкен рөлі бар. Негізінен сиырды ет және сүт алу мақсатында өсіреді. Оның өнімі тұқымының ерекшелігіне, азықтандыру және күтіп бағу дәрежесіне байланысты. Сиырдың еті тұқымдарының ет өнімділігі өте жоғары. Малдың ет өнімдерінің ішінде бауырды пайдаланудың өзіндік орны бар. Бауыр адам және хайуанаттардың денесіндегі үлкен күрделі мүшелердің бірі. Табиғи қуат организмнің басқа мүшелеріне бауырдан таралады. Бауырдың құрамы өте күрделі. Бауыр көзді қуаттандырып, ағзаны күшейтеді. Қаны аз, денесі әлсіз, көру қуаты төмендеген ауруларға жас қозы, лақтардың таза бауырынан күніне бір рет бүйрек немесе бауырды асып, шалап пісіріп жеу керек. Кеште көзі көрмейтін ауруларға малдың таза бауырынан 100 граммна сарымсақтың 2-3 бөлігін қосып, жаншып турап, күніне бір реттен 7-15 күн жесе, өнімі көрнекті болады. Құтырған ит қапқан адамдарға және судан қорқатын адамдарға ит бауырын жегізсе, өнімі көрнекті болады. Құрт жеген тіс қақсағанда кейбір емшілердің тәжірибесінде сиырдың шекі бауырын тістің қуысына қойса, ауырғаны басылады делінген. Тарихи дәрігерлік кітаптарда ұшатын жануарлар ішінде үйрек, тауық, қаздардың бауыры ең жақсы деп айтылады.
Малдардың ішінде жас қозы, лақтардың бауыры жақсы. Кәрі және ауру малдың бауырын пайдаланбаған дұрыс. Ешкі етінің пайдасы. Ешкі түлігі қой тұқымдасына қосылып аталады. Ешкінің еті де, терісі де, сүті де, қылшығы мен түбіті де, тіпті мүйізі де күнделікті тұрмыс кәдесіне жарай береді. Ешкінің еті аздау болғанымен, жаз және күз маусымдарында шөптің басындағы дәнін, немесе қой жете алмайтын биіктіктегі дәрілік шөптерді жейтіндіктен өзіндік құнары мол болады. Ешкі әдетте 600-ге тарта шөп түрін қорек етеді. Жылқы, сиыр және қой малы одан бірнеше есе аз шөппен қоректенеді. Осындай себептерге байланысты ешкі сүті мен етінде адам ағзасына өте қажетті дәрумендер көп болады. Қазақтар кәрешкінің етін ұнатпайды. Мүмкіндігінше жас лақ, серкештерді немесе семіз серкелерді сойып жейтін болған. Етін жеп сорпасын ішкен. Жалпы ешкі еті суықтық тағам саналады. Суық өңірлерде ауа райы салқын болған жағдайда ешкі етін жеуге аса қызықпайды және де суықтай жемейді. Ешкі етінің артынан суық су ішсе, майы ішекте тез қатып қалады, тіпті өлім қаупін тудырады деп қарайды. Ешкі майының да өзіндік емдік қасиеттері бар. От шарпыған адамның денесіндегі күлдіреген жара тез жазылу үшін ешкінің еріген тоң майына балынған шүберекпен орайды. Бұл күйген жердің суын тез сорып, жаралы жерге тез өң береді. Бұдан қалса ешкі майының ешкі қотырды емдеуде де өз рөлі бар. Атап айтқанда, ешкі майын бәсең отқа ерітіп, күкіртті майға араластырып, 100 грамм майға 40 грамм күкірт ұнтағы қосылады. Отқа қыздырып, қотырға жағады. Жақпаны 3 күн жағып, 4-ші күні орын, көрпені, киім-кешекті ауыстырады. Ауыстырылған киімдерді ыстық суға қайнатып жуған жөн. Ешкінің іш майы қарынды орап тұратын жұқа май қабаты, шарбы майы деп те аталады. Ауру, мүгедектік, мерттік, қарттық себептерінен ұзақ уақыт төсек тартып жатып қалған адамдардың жамбас еті, бел еті ойылса, оны қазақ емшілігі төсек жарасы деп атаған. Осы төсек жарасына қаратай емшілері ешкінің іш майын шикідей тартады. 5-7 күн тартса, ойық жазылады. Кейде құлдырап күйіп қалған орындарға да осылайша іш майын тартады. Ғалымдардың пайымынша, әр адам жылына 70 килограммға жуық ет жеу керек екен. Еттің құрамында 8 микроэлемент, 7 дәрумен бар. Атап айтсақ, ақуыздар, майлар, В1, В2, В6, ПП, В12 дәрумендері, минералды элементтер, фосфор, темір, калий, натрий, күкірт, мырыш, мыс, экстрактивті заттар, амин қышқылдары болады. Бірақ та көмірсу жоқ. Көп ауру түрі осы көмірсудың мөлшерінен, көптігінен туындайды. Ал еттің құрамында көмірсу кездеспейді. Ақуыздар ағзаға ең қажетті дәрумен болып есептеледі. Жасына, күтіп баптауына қарай жылқы етінде ақуыз мөлшері шамамен 20,15%, қой еті мен сиыр етінде 16-19% болады. Қазір дүниежүзінің ақуыз жетіспеушілігінен кваши-оркор деген ауру жаулауда. Ағзаға түсетін темірдің 30%-ын ет береді, ал адам ағзасына темір жетіспесе, алқым ісуі, яғни зоб ауруына шалдығу мүмкін. Еттің құрамында тағы да тіс жегіне қарсы тұрар фтор да кездеседі. Малдың құйрық майы да көп ауруға ем. Әсіресе кішкентай сәбилерге құйрық майды сорғызса, денсаулығына тек оң әсер етеді. Енді біреулердің айтқанындай семіруге немесе артық салмаққа еттің ешқандай да қатысы жоқ. Адамды семіртетін құрамында көмірсуы кездесетін тағамдар, ал еттің құрамында көмірсу кездеспейтінін жоғарыда айтқан болатынбыз. Сіңімділігіне келсек, тағы да сол сиыр еті таң сарғайып атқанша, қой еті ертең түн батқанша, жылқы еті төсек салып жатқанша деген халық даналығына тоқтаймыз. Яғни асқазанға ең ауыры қой еті. Ғылым да мұны әлде қашан дәлелдеген. Жылқы еті сиыр етіне қарағанда 8 есе оңай сіңеді. Жылқы етінен қалса балық, құс еттері тіпті де сіңімді деп есептеледі. Құрметті достар, видео ұнаған болса лайк басуды, каналға жазылуды, қоңыраушаны басуды және де видеоны достарыңызға, туыстарыңызға жіберуді ұмытпағайсыз. Келесі кезекте қандай видео көргіңіз келетіні жөнінде комментарийге жаза кетсеңіз болады. Келесіде кездескенше аман сау тұрыңыздар.